Баршаңызға сәлем, есімім Назира, каналыма қош келдіңіз. Қыздар, бүгін екі-ақ қана заттан жасалатын дәмді тіске басардың рецептісімен бөлісемін. Дәмді жылдам дайын болады. Видеомды соңына дейін қарап, менімен бірге осы тәтті тағамды пісіріп көруге сізге кеңес беремін. Енді бұл затты дайындау үшін маған қатпарлы қамыр қажет болды. Мендегі магазиндегі дайын қамырды ала салдым. Енді осы қамырды қалыңдығы бір жарты сантиметрде етіп жаямын да, үстіне шекерді сеуіп, осылай аз ғана шекер сеуіп, екіге осылай бүктеймін да, сосын тағы да жаятын боламын. Қалыңдығын жарты сантиметр етіп, тағы да үлкен етіп жайып аламын. Қыздар, каналыма тіркеліп, лайк басып, егер де рецепт ұнаған болса, достарыңызбен бөлісіп қойыңыз. Мінеге қалыңдығын осындай етіп жайып аламын. Енді онша жіңішке етпей, осылай кесемін. Видеода көріп тұрғандарыңыздай жасаңыздар, өте күшті болып шығады. Енді осыны тура қақ ортасынан екіге бөле салам. Енді дайын болған, енді оны печенье деп айтса да болады. Противенге пергамент қағазын төсеп, қағаздың үстіне кішкене май жағып жіберіп, противенге үстіне жұмыртқа жағып, түгел барлығына осылай жұмыртқаны жақсылап жағып шығамын да, кішкене шекер сеуіп, духовкада 180 градуста 15 минут 20 минут пісіріп аламын. Өте жылдам піседі. Мінекей, көріп тұрғандарыңыздай, меніңкі дайын болды. Өте керемет, дәмді. Менімен бірге осы тағамды жасап көріңіз. Видеомды соңына дейін қарағаныңыз үшін сізге көп рахмет. Менің каналымнан алыстамаңыз. Менің каналымда күнделікті неше түрлі дәмді рецепттер шығатын болады. Сол рецепттерді жіберіп алмас үшін төмендегі подписаться батырмасын басып, каналыма тіркеліп алыңыз. Асыңыз дәмді болсын. Сау саламатта болыңыз. Ауызашарға, шайға осы печеньені жасап дастарханға қойсаңыз, өте керемет, дәмді.